Ойыл қайда, жем қайда, сағыз қайда. Ойыл өзені тартылып құрғап қалған. Жағасын ғасырлар бойы ел жайлаған Ойыл өзені жойылып барады. Тұрғындардың айтуынша аймаққа экологиялық қауіп төніп тұр. Кезінде қолар қонған өзенді осы күнде ит жалдап өтетін болған. Мәселеге қазірден ден қоймаса, Ойылды жағалай орналасқан ел үдере көшпекші. Біз көрген бөгеттер 24 сәуір күні Ойыл өзені қоғамдық қорының ұйымдастыруымен Ойыл өзеніне құятын кіші өзендердің сағаларындағы бөгеттер, өткелдер және тағы да басқа кедергілерді анықтау мақсатында шағын экспедиция жолға шықты. Экспедиция құрамында Ойыл өзені қоғамдық қорының төрағасы Жүсіп Әбдіғали, мүшелері Жанболат Қосқалиев, Бек Түйешиев, Әділбек Нысанбаевтар болды. Таңғы сағат 7:00-де Миялы ауылынан шыққан біз сағат 9:00-де Ойыл ауданының орталығына келіп жеттік. Сол жерден бізді Ойыл ауданының тұрғындары, табиғат жанашырлары Сәрсенбай Дүзбағанбетов, Серік Қартбаев, Серікқали Құлтеміровтер күтіп алып, жол бастады. Жолай орманшы Бақтығали Жаманқұлов қосылды. Алғашқы күні 2 бөгет анықталды. Анықталған алғашқы бөгет Ойыл ауданы орталығынан 3 шақырым жердегі Көзді бұлағының бойында орналасқан. Бұл Ойыл өзеніне барып құятын бұлақ. Балық шаруашылығын дамыту мақсатында шағын тоған жасап, Ойыл өзеніне құятын сағасын бөгеп тастаған. Бөгеттің ұзындығы 100 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Одан кейін Амангелді ауылдық округінің Ақжар ауылынан 7-8 шақырым жерде Мұқан бөгеті орналасқан және суды толықтай бөгеп алған. Ешқандай талаптарға сай емес. Және де саға алқабындағы Көптал участогінде орналасқан Қайыңды өзенінің Ойыл өзеніне құяр жерінде ұзындығы 150 метр, ені 10 метр, биіктігі 5 метр болатын қолдан жасалған бөгет кездесті. Бұл бөгет қар еріп өрсуі жүрген уақытта едәуір кедергі келтіріп, бөгеттің кесірінен Ойыл өзеніне құймай, жайылманы шағын көлге айналдырған. Осы жерде дрон ұшырылып, фото-видеоға түсірілді. Бөгетке жақын маңда 4 шаруа қожалығының шаруашылық нысандары орналасқан. Бұдан соң Бабатай өзеніне қарай ат басын бұрдық. Жолай бастауы күкіртті алқабының бұлақ көздерімен, қар, жаңбыр сулармен толығып, Ойыл өзеніне құятын ақын арнасын кешіп өтіп, Құр Ойыл етегімен Ақкете және Шибұлақ ауылдарының үстімен Қарасу, үзік-үзік суларын айналып, Темір ауданы 6 Қарасу ауылдық округіне қарасты Бабатай ауылының іргесінде ағып жатқан Ойыл өзеніне құятын Бабатай өзенінің сағасына келіп тоқтадық. Ойылға құяр жері фото-видеоға түсірілді. Бабатай өзенінің жағалай жүргенімізде ешқандай бөгет, өткелдер кездеспеді. Су арнасы баяу ағыспен Ойыл өзеніне құйып жатыр. Сөйтіп, бірінші күнгі экспедициямыз тамамдалып, күн ұясына батты. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызылқоға ауданы тұрғындары, құрметті жерлестер. Бүгін 24 сәуір Ойыл өзені қоғамдық қорының бірлескен еріктілер тобының бүгінгі бірінші күн, экспедицияның бірінші күні. Біздер Қайыңды Ойылға құятын Қайыңды сағасын аралап, Бабатай сағасына келіп тұрмыз, Ойылға құятын жеріне. Бұл жерде Бабатай өзенінің, кіші өзенінің ағысы бар, бірақ өте баяу. Осыдан бұрын аққан судың мөлшері қазір 2 метрге түскен. Ойылға құятын жерінде тұрмыз. Ойылдың, жалпы үлкен Ойылдың да ағысы бар, бірақ өте баяу. Судың мөлшері көлемінен де артындағы бейнеден көріп тұрсыздар. Бұйыртса іске сәт сапарымызды жалғастырамыз. Уәде неге орындалмаған? Темір ауданына қарасты Қайынды ауылының тұсындағы Ойыл өзенінің көпірінен өтіп, 6 Қарасу ауылына ат басын тіреген біз, келесі күні темір тұлпар тізгінін Ойыл Шұбарқұдық тас жолы арқылы айналма жолмен Еңбекші ауылына қарай бағыттадық. Бұл бағытты бізге аталмыш округке қарасты Сартоғай ауылының тұрғыны Есбол Мәуниязов түсіндіріп, картасын сызып берді. Жолшыбай Кенжалы Шилі өзендерінің көпіріне дрон ұшырылып, фото-видеоға түсірілді. Бұдан бұрын республикалық трасса бойындағы Шұбарқұдық ауылы, Шилі өзені, Қандығаш Мақат республикалық трассасы қайта жарықтандырылуына байланысты уақытша бітеліп, жұмыс аяқталған соң қайта ашылатындығы мәлім болған еді. Алайда, жолдың жұмысы біткенмен уақытша салынған өткел алынбаған. Су өткізгіш өзен арнасының шетіне салынған. Талапқа ешқандай сай емес. Сонда бұрынғы уәде әдіре қалған ба?
Неге уақытша салынған көпір дер кезінде алынбайды? Тағы да бөгет. Осындай ой жетегімен Ойыл өзенінен өтетін Кейкібай көпірінен Шұбарқұдық Ақсай тас жолының солтүстік жағына түсіп, қара жолмен жүріп келе жатып, Кейкібай көпірінен 6 шақырым жердегі жаңа баз алқабынан ағып жатқан Ермекбай бұлағынан бастау алатын су арнасынан ұзындығы 100 метр, ені 5 метр, биіктігі 2,5 метр болатын өткелден өттік. Өткелге су ағысының деңгейінен 1 метр жоғары орналасқан әртүрлі диаметрдегі 7 тұрба салыныпты. Тұрба ауыздары қапшықпен, полиэтиленмен бұғатталып, толық бітелген. Осы жерде дрон ұшырылып, фото-видео түсірілімдер жасалынғаннан кейін Еңбекші ауылынан түскі асымызды ішіп алып, әрі қарай жол тарттық. Тағы да бөгет. Бұл жолғы бөгет Шығырлы Құмды өзені арқылы қолдан жасалған темір көпір үстінен өтіп, Құмды өзені бойындағы Егібай, Ащықұм, Сегізсай балқа маңында кездесті. Яғни, сәт шаруа қожалығы күшімен тұрғызылып, балық шаруашылығын дамыту мақсатында арналған ұзындығы 300 метр, ені 10 метр, биіктігі 4 метр болатын екі су өткізгіш бір шлюзді тұрбасы бар бөгетке тірелген өзен суы жан-жағына жайылып, үлкен тоғанға айналған. Балық бар. Қасына су айдайтын мотор орналастырылған. Шамасы кезінде егін егілгенге ұқсайды. Әлгі тоғанның солтүстік шығыс бетінде бұлақ көзінен алатын құмдыға келіп құятын жылға бойында ұзындығы 100 метр, ені 3 метр, биіктігі 1,5 метр болатын екі су өткізгіштік диаметрі 180 сантиметрлік тұрба орналастырылған. Бөгет маңына аздап су жиналған. 500 метр болатын жақын маңында сәт шаруа қожалығының шаруашылық нысандары орналасқан. Сол қожалықтың малдары болу керек. Қой, сиыр, жылқылар жайылып жүр. Әдеттегідей фото-видео түсірілімдер жасалып, сай-саланы жағалап, борпылдақ құм кешіп, Құмды өзенінің сағасына да жеттік. Бұл жер Қалмағанбет деп аталады. Сартоғай ауылының батыс бетіне қарай 5 километр жерде ертеректе салынған бөгет бар. Бөгет жарылғанмен ойылға құяр жерінің ағысы өте баяу. Жоғарыда орналасқан бөгеттердің кесірінен болуы керек. Арнаның бойын қамыс қоға, құба талдар мен бұтқыл өсімдіктер басқан. Нақты дәлел болу үшін дрон ұшырылып, фото-видео түсірілім жасалын. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Мынау сәуірдің 24 күні бастаған экспедициямызда 25 сәуір аяқтап атқан жайымыз бар. Мынау Ойыл өзені өздеріңіз көріп тұрғандай қатты ағынды қарқынды су жоқ. Мына жерде Ойыл сағасына құятын 3 саланы қарап шықтық. Анықталғандай заңсыз 7 бөгет анықталды. Алға қарай осы мақсатта жұмыс жасайтын боламыз. Құзыретті органдарға осы бөгеттердің барлығын анықтайтын фактілердің бәрін жинап теріп шықтық. Бұйырса алға қарай жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бағытымызды кері Еңбекші ауылына қарай бұрдық. Сол мезетте ауыл басында оңтүстікке қарай Шығырлы Құмды өзені бойында ұзындығы 300 метр, биіктігі 5 метр, ені 10 метр болатын ешқандай су өткізгіш құрылымдары салынбаған үлкен бөгет көзімізге оттай басылды. Аты жөнін айтпады өтінген сол ауыл тұрғынының айтуынша, бөгет кеңес өкіметі кезінде өткел ретінде пайдалану үшін салынған. Құрметті Ойыл өзенінің жанашырлары, Қызылқоға ауданының белсенді топ мүшелері 300-ді аралап 7 бөгет анықтады. Алдағы уақытта осы бөгеттерді алдыру жөнінде жоғарғы жаққа шағымданып, істі ары қарай жалғастыруларыңызды сұраймын. Күнде қара көлеңкелене бастады. Әрбір бөгетті көрген кезде жүрегі жаралы жолбарыстай сезімге түсіп келе жатқан біздердің көңілімізді соңғы бөгет тіптен күпті қылды. Ойына бұл қалай болғаны сонда деген өзекті өрттер өкінішті сұрақтан басқа ештеңе түсер емес. Түнжыраған көңілмен кешкі асымызды ішіп алған соң Шұбарқұдыққа қайтар жолдағы жаңа баз өткеліндегі тұрбалардан су ағып жатқанын көріп, көңілге медеу тұттық. Себебі жоғарыда біз баяндаған тұрба ауыздарын бұғаттап қойған қапшық полиэтилен жабдықтары алынып тасталыпты. Суды қолдан бөгеу деген осы емес пе? Ұят қайда? Жоғарғы жақ су ішіп, төменгі жақ у ішу керек пе? Кедергілер экологиялық апатқа жетелейді. Сайып келгенде 2 күн бойы 916 шақырым жол жүріп, табанымызды тоздырған біз сапар барысында не түйдік? Оған берер жауабымыз да дайын. Ойыл өзеніне құятын кіші өзендердегі қолдан немесе табиғи бөгеттер бұзылып, арна бойындағы қамыс қоға, құба талдар толықтай шабылуы тиіс. Неге? Сондай кедергілер салдарынан Ойыл өзені өз деңгейінде ақпай, экологиялық апат туындатып отыр. Бұлай жалғаса беретін болса, ауыз су тапшылығы орын алып, мал азығы мен Ойыл өзені арнасының флорасы мен фаунасы құрып, жеріміз қу тақырға айналады. Сүтті үйіған ел су іздеп қаңғып кетеді. Себебі су тіршілік көзі. Құдай оның бетін әрмен қылсын. Бұл ретте құзырлы органдар жұмыстанып, тиісті шаралар қолға алады деген үмітіміз мол.